Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Ұшар ханның баласы атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Баяғы өткен заманда Ұшар хан деген хан болыпты. Сол хан жас кезінде ай десе аузы, күн десе көзі бар асқан тамаша бір сұлу қызға ғашық болады. Қызды іздеп жер бетінен еш таба алмайды. Хан қызды таба алмаған соң бір өнерпаздан оқып, аспанға ұшу өнерін үйренеді. Сол өнері бойынша аспанға ұшып, қызды 30 жыл іздеп қолына түсіре алмайды. Қыздың ұстатпайтынына көзі жеткен соң, хан қыздың суретін іздеп тауып алады да, қой жас болса өтіп барады, енді әйел алып, үй болатын уақыт жетті, деп басқа елге үйленіп, өмір сүре береді. Күндерде бір күн алған әйелінен бір ұл туады. Ұлының аты Жанды Батыр деп қояды. Жанды Батыр ер жетіп, 15-16-ға келеді. Сол кезде балаға бақ қонып батыр болады. Өзі алпауыт дәу болады. Отырған орнынан 70 кісі тұрғыза алмайтын болады. Бір күні Жанды Батырға ой түседі. Осы мен әкемнің үлкен қорғанның сарайларын ашып, не заттары бар екен, бәрін көріп, қазына дүниелерінің түс тұрпатын байқасам қайтеді, дейді. Соң әкесінен 40 үйдің кілтін сұрап алып, тамам есіктерін ашады. Сарайдың ішіндегі қазыналарын көреді. 39 үйді тегіс ашып көріп, енді 40-шы үйді ашуға келгенде, бұл үйдің кілті жоқ болып шығады. Әр айналдырып, бері айналдырып, 40-шы үйдің есігін аша алмайды. Жанды Батыр жылап шешесіне келеді. Апа, ана 40-шы үйдің кілті қайда? Әр айналдырып, бері айналдырып аша алмадым. Сендер менен үйдің кілтін жасырыпсыңдар, дейді. Шырағым, менің әкеңе қосылғаныма 20 жыл болды. Осы өмірімде ол үйдің кілті түгел қасына барып көрген емеспін. Ол үйдің кілтін білмеймін, дейді шешесі. Жанды Батыр, олай болса маған бидай қуырып бергін, дейді. Әрине жалғыз баласының айтқанын жасайды. Бидай қуырып береді. Бала, шеше, егер мені балам десеңіз, маған бидайды өз қолыңызбен уыстап беріңіз, дейді. Шешесі екі қолымен қос уыстап ыстық бидайды сала бергенде, бала шешесінің екі қолын қапсыра ұстайды. Маған анау үйдің кілтін бермесеңіз, я болмаса кілтінің қайда екенін айтпасаңыз, қолыңызды жібермеймін деп қасарысып тұрып алады. Шешесінің қолын ыстық бидай күйдіріп бара жатқан соң шынын айтады. Шырағым, кілт әкеңнің төс қалтасында сақталады. Қазір ұйқыда жатыр. Ұрлап алмасаң оңайлықпен бермес, дейді. Бала кілттің жатқан жерін білген соң, шешесінің қолын тастай бере әкесіне келеді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен. Бала әкесінің төс қалтасынан кілтті алады. Кілтті қолына түсірген бала есікті ашып жібергенде, бала өмірінде көрмеген, сезбеген, үйдің төрінде ілулі тұрған пері қызының суретіне көзі түсіп, қыздың сұлулығына ғашық болып, талып жығылады. Әкесі ұйқысынан оянып, орнынан тұрып, кілтін қараса, кілтіне сақ болатындығы сондай орнынан тұрғанда тексеріп көріп қайта салып қоятын. Кілті жоқ. Баласы Жанды Батырдың қалтасына түскенін сезеді де, жүгіріп сарайға келеді. Келсе баласы аузынан сілекейі ағып, есін білмей, дел-сал болып талып жатқанының үстінен түседі. Әлдене уақытта баласы есін жиып әкесіне: маған осы қыз алып бермесеңіз, мен сізден безем, дейді. Әкесі: шырағым, мен бұл қызды сендей кезімде 30 жыл аспанда, 6 жыл жер бетінде дұғамен ұшып жүріп ұстай алған пенде емеспін. Ақыры болмаған соң осы суретін түсіріп алғанмын. Сондықтан мен Ұшар хан атандым, дейді. Бала әкесінен әрі бері сұрап көріп еді, одан еш нәрсе шықпады.
Сосын бір түнде екі етегін беліне түріп алып үйден шығып кетті. Сол қызды іздеп қаңғырып жүріп өлсем де арманым жоқ, деп елінен безіп кетеді. Күндер өтеді, айлар өтеді. Бала бір шаһарға қарай жол тартып жүріп келе жатса, ат көтере алмаған соң ағаш атқа мінген, екі аяғы жер сызған бір дәуге кез болады. Жандыбатыр дәуге сәлем береді. Дәу сәлем алып, жол болсын, дейді маңғазданып. Әлей болсын, дейді Жандыбатыр. Ұшархан деген ханның шаһарында Жандыбатыр деген шығыпты. Сол батырмен күрескелі бара жатырмын, дейді дәу. Олай болса, мені жықсаңыз, Жандыбатырды да жыққаныңыз. Ең әуелі менімен күресіңіз, дейді бала. Әй, сенімен күресіп әуре болғанша, анау таудан асып кетпеймін бе, деп баланы менсінбей тарта жөнеледі. Дәуім, босқа әуре болып барасың, жолың болсын, дейді де бала жүре береді. Бұл сөзге намыстанып дәу балаға қайта келеді. Баламен күреске түскенде арманда кетерсің, деп кезекті балаға береді. Бала дәуді аспанға 3 рет қатарынан лақтырып атып жіберіп 3 рет қағып алады. Кезек дәуге келгенде дәу баланы көтере алмай, екі мұрнынан дірдек-дірдек қан кетеді. Сонан кейін дәу балаға бағынады да жөн сұрайды. Бала перінің қызын іздеп келе жатқанын айтады. Ал дәу өз жайын айтқанда, бойында аспандағы жұлдызы санаумен кімнің қашан өлгенін, жоғалғанын іздеп табатын өнерінің барлығын айтады. Содан кейін екеуі қол ұстасып, ілгері қарай тарта береді. Құрметті оқырмандар, біздің ертегіміз осымен тамамдалды. Келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Ертегі сіздерге ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып қояйық. Арнаға тіркеліңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар.